Негізі өзім заңгермін, азаматтық істер бойынша істерді юрисконсульт ретінде істерге қатысамын. Бірақ қылмыстық істерге қатыспайтындықтан менде қылмыстық істер бойынша қаңтарға дейін менде ой басқаша еді. Барлығы әділ шешім шығарылады деп ойлайтынмын. Бірақ қаңтар оқиғасынан кейін және де одан кейінгі қылмыстық істерге қатысып, осы наблюдатель ретінде қатысқаннан кейін менде кішкене ой өзгерді. Өйткені мен ойымша соттар кішкене объективті қарау тиіс деп ойлаймын, бірақ көп жағдайда ондай болмайды. Сондайға менің көзім ашылды. Мен өзім негізі именно азаматтық істер бойынша қатысам ғой, бірақ қылмыстық істерге мен өзім барғым келмейді. Мынау әділетсіздікті көргеннен кейін мен ойымша именно әділеттілік тек қана осы гражданский сферада ғана бар деп ойлаймын ше. Өйткені барлық по факту уже көрсетіледі, бірақ қылмыстық сферада ол доказательствоны не болмаса андай вещдоктарды там өзгертіп істеп қояды, не болмаса әркім өзіне қарай трактовать етеді да заңды ше. Сол себептен қылмыстық сфераға мен өзім болған оқиғалардан кейін қылмыстық сфераға вообще тартпайды мені. Ойымша 5 қаңтар күні халық өз еркімен шықты, бейбіт шеруге шықты, өзінің жан айқайларын айтты. Ол мынау қымбатшылықтың арқасында болған нәрсе болған, соның нелерін айтты, өз пікірлерін, өз ойларын айтты, бірақ мемлекет оны басқаша түсінді. Ол сотқа дейінгі іс-әрекеттен басталады ғой. Қалай мынау біздің тергеушілеріміз істі қозғап, оны қалай тергеп, оның барлығын анықтап, оның барлығын жасағанын, соның барлығының жемісінің арқасында сотта уже сол іс қаралады ғой. Бірақ мен ойымша барлық сол несправедливость, әділетсіздік тергеу орнында болып жатқан деп ойлаймыз. Өйткені олар қалай бірінші прокуратураға подача береді ғой, негізі бірінші дело істі тергеуші қозғайды, одан кейін прокуратура оны мақұлдайды, оны ары қарай мақұлдап болғаннан кейін оны сотқа береді ғой. Сот оны уже чисто уже материалда қандай делолар бар, сол бойынша істі қарайды. Сол себептен істің барлығын тамырынан бастап, сол тергеу органынан бастап түбегейлі өзгеріске ұшырау керек деп ойлаймын. Оны анығын сол жерде барлығы ашық болу керек деп ойлаймын. Өйткені тергеу ол бастапқы істің бастапқысы болып саналады ғой негізі. Скажем, что Москва не сразу строилась, не все сразу меняется, но уже проблески есть, уже действительно верховенство закона, верховенство права, оно уже появляется в судах. На тот момент действительно уже был замечен то, что несправедливость, не было такого там справедливого, такого объективного рассмотрения дела. Попросту несовершеннолетние мальчики, девочки были, погибли. И сол кезде әке-шешелер қиналып, осы соттың алдында жиналып, өзінің жан айқайын айтып отырды. Өздері ұрып алды мені бұлардың санап тұрсыңдар ғой, оны бәрі біледі ғой. Ай, жаназада еркексіңдер ғой, жаназада қатарда қалай тұрасыңдар? Өлгенді айыптап отырып, Құдайды қуылсаңдар, Түркияда имамның сұрауға келедіңдер, аруақтарды қинайдыңдер ғой. Сонда көресіңдер, қайраттыңдар, кесіңдер. Әшін, стай! Бой десе, бойында говоришна. Пешкалар. Неке емес, намысы жоқтар біледі. Бірақ әділетсіз шешім шыққандықтан олар ары қарай облыс сотына да апелляциялық шағым келтірді. Верховный сотқа дейін барды, жоғары сотқа. 2 жылдың арасында өзгерістер байқалады, действительно. Қазіргі таңда реже начали слышать о том, что судьи получают взятки или и так далее. Заң мен тәртіп болмаса, ол халық құл болмайды дейді ғой. Заң мен тәртіп болса, халық құл болмайды. Сол себептен заң мен тәртіп ол ең үстем орнында болу керек негізі. Халықтың әл-ауқаты жақсарды деп ойлаймын. Өйткені ары қалай көмек көрсетілуде, жұмыстар ашылуда, жұмыс орындар ашылуда. Негізі ол адамның өзінен байланысты ғой. Жұмыс істейтін адам ол жұмыс істейді, іздеп табады, семьясын бағады.
ол әркімнің өзінің өміріне, характеріне байланысты, ответственностіне, жауапкершілігіне байланысты ол өзгеруге болады.